2 жылдың алдында бағдарламамызда Мәйлин есімді адамның сортты күріш екендігі жөнінде хабар берген болатынбыз. Біз оны тағы да іздеп барып тілшілік жасаған кезімізде ол кәсіптік мамандар назар аударған әйгілі адамға айналған екен. 2016 жылы қазанда еліміздің жер-жерінен келген күріш мамандары Нинсяның Чоңой қаласына жиналып, Мәйлиннің күріш атызын тамашалады. Бұл арада күріш өте баптап егілгендіктен мамандар бұған ерекше назар аударды. Он неше тексеру құрылымының тексеруінен мамандар күріш сортының мемлекеттік органикалық күріш өлшеміне үйлесіп қалмастан, сортының құрамында амино қышқылы сияқты қоректік заттың болуы сирек кездесетін жағдай екендігін байқады. 18 түрлі амино қышқылының құрамын түгел тексергенде күріш сортының барлығында сәйкесте жоғары немесе төмен өлшемді құрам болады. Алайда амино қышқылының 18 түрі толық болу жағдайы өте аз. Еліміз көлемінде 18 түрлі амино қышқылы толық күріш расында өте аз кездеседі. Осындай сортты күрішті егуші Мәйлин. Ол алғашында күріш еккен кезде күріштің құрамындағы амино қышқылы 7-8 түрлі болған. Амино қышқылын күріштің құрамын енгізу жағында 2004 жылдан бастап тәжірибе жасап 7 түрге жеткіздік. 2008 жылы 9 түрге, 2011 жылы 11 түрге, содан кейін 2014 жылы ғана 18 түрге жеткіздік. Бұдан тыс сандық мәліметке негізделгенде күріштің құрамындағы микроэлементтер де мол. Мәселен, мырыштың мөлшері 1 килограммында 15 миллиграммға жеткен. Бұл ересек адамның бір күнде қажет ететін мырыш мөлшерімен бірдей. Әдетте біз түрлі көкөніс, сондай-ақ ет жейміз. Құрамында мырыш мол. Негізінен тамақпен толықтап қалғанын басқа жақтармен толықтаса, сол адамда мырыш кем болмайды. Мәйлин еккен күріштің құрамында амин қышқылы және микроэлементтердің мөлшері мол болумен бірге витамин де бар. Витамин А, витамин С, витамин B6 сияқтылар өсімдіктің құрамында оңай бірікпейді. Ал бізде еккен күріште бірігеді. Күріш жақсы болғанда ғана сортты күріш өндіре аламыз. Өнім алатын мезгілде Мәйлин еккен күріштің жақсы жетілгендігін анық көрдік. Әдеттегі күріштен өнім алатын кезде сабағы 5 мм жуан болғанымен, Мәйлин еккен күріштің сабағы 10 мм жуандайды. 10 мм жуандықтағы сабақ оңай жапырылмайды. Мәйлин күріш егу жағында жүйелі жұмыс тәртібіне мән бергендіктен оның күріші жақсы жетілген. Оның күріш атызы түрлі ерекшелікке ие. Осы әдістердің барлығы оның 10 жылдан бергі зерттеуінің нәтижесі. Бұл әдістер ғажайып сезілгенімен пайдалануға қолайлы. Оның күріш егуден ілгері ең алдымен істейтіні топыраққа құм шашу. Көптеген адам атыздағы топырақтың құмайттануынан алаңдайды. Алайда Мәйлин басқалар алаңдайтын құмды өз атысына шашты. Нинсяның Чоңой қаласы Теңгір шөлінің шетіне орналасқан. Құм жеті басады. Мәйлин Теңгір шөлінің құмын құрылыс көліктері арқылы атызға тасып әкелді.
Топыраққа құм араластыруды ол қалай ойлап тапты екен? Құм араластырудағы себеп ауа алмасқыштығын жоғарылатуы. Әсілінде бұл жергілікті орындағы топырақтың ерекшелігімен ерекше байланысты екен. Мұны топырақтың өте қатты екенін көрдіңіз бе? Бұл жабыспақ болады. Топыраққа құм араластырғаннан кейін ауа алмаспайтын топырақ өзгеріп, босап оңай ауа алмасады. Бұл күріштің тамыр жүйесінің жетілуіне тиімді. Топырақ ерекше жұмсақ, тамыр жүйесінің созылуы шектемеге ұшырамайды. Сондықтан күріштің тамыр жүйесі ұзарған сайын ақаусызданып кеңейеді. Екіншіден, тамыр жүйесінің кеңеюі сабағының ақаусыз жетілуін жебейді. Мәйлиннің атысына құм араластырудағы себеп тек топырақты босатып, ауа алмасқыштығын жоғарылату емес. Ендеше тағы қандай ролы бар? Құмды шашып болғаннан кейін Мәйлин үлкен жабдықты атызға енгізді. Бұл лазерлі ұшыру, сондай-ақ лазерлі қабылдау жабдығы. Ендеше бұл жабдықты неге пайдаланады? Әсілінде мұндай жабдықты әуежай жолы жоғары қарқынды тас жол жөндеуге пайдаланады. Ол лазерлі ұшыру жабдығы ана жақтағы орынды белгілейді. Орын белгілеп болғаннан кейін көлікпен қабылдау жабдығын әкелеміз. Кейбір жабдықтар бастан аяқ ана жақта тұрып, жердің биік төмендігін тұрақтандырады. Теп-тегіс жерде жүреді. Трактормен сүйретіп жүргенде биік жерін қазып, шұңқыр болса толтырып жүреді. Егін егуге де мұндай әдіс қажет пе? Лазерлі тегістеу жабдығын пайдаланғаннан кейін мейлі 500 му немесе 1000 му болсын, теп-тегіс жерге айналдырады. Мен тұрған мына жерден ана жерге дейін 600 метрдей. Алайда парқ 2 сантиметрге де жетпейді. Жоғары төмен парқы ғой, солай. Күріш егуді де осыншалық күрделестірген бар ма? Мәйлин топыраққа құм араластырумен бірге жерді тегістеп қайтеді. Іс жүзінде бұл әдістердің барлығы кейінгі жұмыстарға негіз қалау. Ендеше соңғы жұмыстардың ерекшелігі қай жерде? Әдетте күріш атызын бастан аяқ су басып жатады. Алайда Мәйлин күріш атызының суын тежеп отырады. Әдетте буазу мезгілінде су молдау болғанымен, қалған мезгілде күрішке жеткілікті су бермейді. Басқалардың барлығы атызға 20 сантиметрге дейін су жинайды. Күріш суда өсетіндіктен диқандар бұл әдістің байыбына бара алмады. 2,5 сантиметрлік жерден аспайтын суда күріш жетіле ме? Іс жүзінде Мәйлиннің бұлай істеуі күрішті ерте ояту. Яғни оларды ерте тынықтыру. Күріштің жетерлік қоректік жинау үшін ол әр күні таңертең жұмысқа кіріседі. Қоректік жинау дегеніміз барлығы бірдей күннің астындағы күріш болғанымен, кейбіреулері неше күн өтіп ұйқыдан оянғаннан кейін жапырақ фотосинтез жасап, қоректік топтайды. Ал Мәйлин еккен күріш күн шыққаннан кейін көп өтпей ұйқыдан оянады. Су қабаты таяз болса, күріш ұйқыдан қалай оянады? Мұның сыры су температурасында. Мәйлин термометрмен су температурасын өлшеді. Температураның парқы қаншалықты болады? 27 Цельсий градус.
жиырма екі Цельсий градус. Су тереңдігі 20 сантиметр, судың температурасы 22 Цельсий градус. Температура парқы 5 Цельсий градус. Температура фотосинтез ролына ықпал жасайтын маңызды фактордың бірі. Күріш жапырағы мол қоректікке ие болу үшін күннің ерте шығуы ғана жеткіліксіз. Су температурасы белгілі шекке жеткенде фотосинтез ролы жоғарылайды. 5 Цельсий градус жоғары болса, күріш қоректікті ерте жинайды. Күн түссе жапырақ мол қоректі жинайды. Егер температура төмен болса, фотосинтез ролы төмендейді. Температура себебінен төмен су деңгейіндегі күріш ерте фотосинтез жасап, кеште фотосинтез ролы әлсірейді. Күн батқанда мәйелиннің атызындағы күріш суының температурасы төмендейді. 26 Цельсий градус екені. Енді басқа отбасыларының атызына барып, су температурасын қанша екендігін көрейік. 30 Цельсий градус. Біздің атыздан 4 Цельсий градус жоғары екен. Күн батқанда түнгі температура жылдам төмендеу күріш жөнінен жақсы. Мәйелин еккен күріш атызында фотосинтез ролы ерте бәсеңдейді. Тыныс алу төмендесе, сарып ететін энергия да азаяды. Егер төмен температура уақыты ұзақ болса, күріш мол энергия сарып етеді. Оттегін сарып ету арқылы энергия сарып ету азаяды. Сондықтан әдетте күрішке қарағанда мол қоректік жинайды. Күндіз бен түнгі температура парқының зор болуы су аз болудың себебі емес. Мәйелин пайдаланған құнның да зор үлесі бар. Батыс солтүстікте таңертең ішік киіп, түсте басқалай киім киеді. Бұл температура парқының зор екенін түсіндіреді. Өсімдіктің қант құрамы артады. Құм жылуды тез сіміріп, тез таратады. Құмның осы қасиетін таяз су қабатында суарымен сәйкестіргенде, күндіз бен түннің температура парқын ұзарту тамаша ролына жетуге болады. Күріштің оқсамаған өсу кезеңіндегі су деңгейін меңгеру керек. Әсіресе төмен су деңгейі 2,5 сантиметр сақтау оңай емес. Мұнда маңыздысы жер тегіс болу. Егер жер тегіс болмаса, бір жер құрғақ, енді бір жерді су басып кетеді. Әдетте диқандар егін еккенде жердің мына жағы биік, ана жағы аласа болып, бір басы құрғақ, енді бір басын су басып жатады. Мәйелин лазерлі жер тегістеу аспабымен жерді тегістеуіндегі мақсат су деңгейін тура меңгеруге негіз қалау. Іс жүзінде күріштің өсіп жетілуі көп кезеңге бөлінеді. Ұқсамаған кезеңдегі су мөлшері де ұқсамайды. Жоғары су деңгейінде суара беруге болмайды. Диқандар өркен отырғызып орғанға дейін жеткілікті суару керек деп қарайды. Бұл ең үлкен ағаттық. Бұнда су үнемделеді. Қайта-қайта үгіттеудің тиімділігі зор. Ауыл шаруашылығына көмегі көп. Мамырдан бастап қыркүйекке дейін мәйелин 7-10 күнде күріш атызын суармайды. Бір аптада 10 күн айналасында меңгеру керек. Қуаңшылық кезде суаруға да ұзақ уақыт қажет. Мәйелин күріш атызын неше бөлікке бөлді. Атызда алма кезек суарады. Қай кезде көрсеңіз, бір атызда қуаңшылық болады. Жерде су жоқ. Әсіресе жазда күн нұры қатты түскенде мәйелиннің күріш атызында бір тамшы суда қалмайды. Күріш солып қалады. Күріш қуаңшылыққа ұшыраса, жаңа тамырдың өсуін тежеп, тамыр жүйесі төмен тартып, жер асты суын сіміреді. Күрішке жаңа тамыр шығады. Шыққан жаңа тамыр қоректік сіміру сынды абзалдылық ие болады.
Негізгі тамыр тірек ролын атқарады. Қоректіктің сіміру қуаты әлсіз, жаңа шыққан ұсақ тамыр топырақтағы қоректікті сіміреді. Жаңа тамыр көп шықса, күріштің сіміру қуаты да артады. Күрішті 10 күн суармау күріштің қоректік толықтайтын ең жақсы кезі саналады. Іс жүзінде егудің алдында мәйілін топыраққа мол органикалық тыңайтқыш берді. 1000 жерге 10 текше метр тыңайтқыш шашты. Қараңыз, қолмен қалсақ, қолға жұғып қалады. 10 текше метр тыңайтқыш топыраққа сіңеді. Топырақ қап-қара. Күріш мол қоректік сіміру үшін күріштің әрқайсы өсіп жетілу мезгілінде бұлар жеткіліксіз. Мәйілін күріштің әрбір маңызды өсу мезгілінде мол қоректік берді. Бұл мол қоректікпен өскен күріш. Күрішке мол қоректік беру деген не? Суда тіршілік ететін көптеген организм бар. Қуаңшылық кезде осы организм рол атқарады. Қуаңшылық кезде осы организм рол атқарады. Қуаңшылықта жер жақпарынан кіріп, 10 күнде 1 апта мөлшерінде жер қурайды. Қурағаннан кейін өліп, органикалық затқа айналады. Суда өсетін организм сулы ортадан айырылғаннан кейін өледі. Организм шіргеннен кейін оны өсімдік сіміреді. Осылайша күріш атызындағы сулы организм табиғи органикалық затқа айналады. Қуаңшылық суару осылайша қайталанады. Іс жүзінде организмнің жетілі тыңайтқыш зауыты табиғи қалыптасады. Осылайша күріш дерт-дербезге шалдықпайды. Дерт-дербез мәселесі де шешілді. Бір бөлім зиянды жәндік күн нұрына қақталып өледі. Суды ойдағыдай тізгіндесе, күріш жобасынан өнімді сақтанып, бірге жоғалып, күріш жобасы азаяды. Ендеше сүт ішіп өскен күріш деген сірә қандай күріш? Бұл дегеніміз ұқсамаған өсу мезгілінде ұқсамаған қоректік сұйықтығын себуді меңзейді. Сегізде 10 күн суармаса, күріш қатты құрғайды. Мәйілін оған осы кезде қоректік сұйықтығын себу керек деп қарады. Не берсем, соны ішеді. Адамның чөлдеген кезде судың дәміне қарамай ішкені секілді. Жапыраққа бүрку күріштің тез сіміруіне өте тиімді. Күріш суда жапырақтан тіке сіміреді. Егер тамыр арқылы сімірсе, су зая болып, зиян ауыр болады. Жапыраққа сәйкесте қоректік сұйықтық бүрку арқылы оның ақаусыз жетілуіне тиімді болады. Мәйілін қоректік сұйықтығын өзі теңшейді. Күріштің ұқсамаған өсу басқышына сай, әр рет себетін сұйықтықтың құрамы ұқсамайды. Қоректік сұйықтығын себетін жабдық бұрын болмаған екен. Мұны мәйілін көп күш салып жасап шыққан. Ең соңында амалымыз қалмады. Әрқандай жабдықпен сеуіп көрдік. Бұл сапасына кепілдік ететін жабдық. Соңында біз 4-5 сағатқа барып жобалану талабы бойынша осы жабдықты жасаттық. 5 жыл істеттік. Сапасы өте жақсы. Мәйілін не үшін осыншама күш салып, өзі жабдық жобалап қоректік сұйықтығын бүркеді? Себебі оның күріш атызының көлемі өте кең.
Адам күшімен себуге еңбек күш көп сарып болады. Өнімділігі де төмен. Енді бір маңызды себеп ол күріштің тамырын бүлдіріп кетуден қатты алаңдайды. Мәйелиннің күрішті жақсы егуі оның түрлі амалды ұштастырып жүйелі амалға айналдырумен қатысты. Осы ерекше амалдар сол жердің жағдайы негізінде жасалып, сол жердің табиғаты мен топырақ шарт жағдайына үйлеседі. Сапалы күріш егу алғы шартында өнімділікті жоғарылатып, су мен тыңайтқышты үнемдеді. Қара жемісті шетелден кірген өнім болғандықтан, жүнгоға еккенде бұл жердің суы мен топырағына бірден үйлес алмаған. Қандай орта оның өсу талабына үйлеседі? Қандай әдіс қолданғанда оның сәтті өсуіне мүмкіндік жасауға болады? Наурыз бен сәуір айында қаламша егу керек. Егер төбешік болса, беткейдің көлбеулігі 25 градустан төмен. Топырақтың қалыңдығы 40 сантиметрден жоғары. Органикалық құрамы 1-5% арасында құмды топырақ болған жөн. Төмен сазды жермен саздыққа егуге үйлеспейді. Егетін шұңқырдың ұзындығы мен кеңдігі жеке-жеке 15 сантиметр болу керек. Жерден пайдалану өнімділігін жоғарылатып, мол өнім алу үшін 1 метр көбейтілген 1 метрлік сабақ аралықпен лайықты тығыз егу керек. Қара жемісті шетен тыңайтқышты ұнатпайды. Еккенде құнарлы жерге химиялық тыңайтқыш себу қажетсіз. Қаламшаны тұрақтандырып, егіп топырақты қатты таптап болғаннан кейін суару көлемін белгілеп, жеткілікті суарамыз. Му басына 550-де 600-ті бегіп, келесі күні тағы да бір рет суарамыз. 20 күн айналасында жетіліп, қара жемісті шетен ағаш қайналып, мол жеміс беру мезгілінде, тәжісінің диаметрі 1,3 метрден асып, тамырынан түптеп шыққан бұтақ 20-30-ға жетіп, мол жеміс беретін ағашқа айналуға дейінгі баптау жұмысы көп бұтақ түптеп, өнім мөлшері жоғарылату төңірегінде жүргізіледі. Қаламшадан ағаш болып жетілгенге дейін қаламшамен алғаш жеміс берген ағаш сынды 2 басқышты басып өтеді. 2 басқышта да көп бұтақ түптету керек. Қаламша қатарға қосылғаннан кейін 20 сантиметр биіктікте ұшын шырпып, немесе кесіп, оның бұтақталуын тездетеміз. Бұл шырпу деп аталады. Қара шетен мамырдың аяқ шенінде өте тез өседі. Үшін шырпығаннан кейін 3-4 бұтақ шығып, маусымның жоғары шенінен бастап бұтақтауын баяулайды. Бұтағы өсіп 30-40 сантиметрге жеткенде үшін 2 рет шырпып, үшін кесіп, екінші рет бұтақтауын тездетеміз. Жер ең қалмасын десеңіз, уағында отап тұрыңыз дейтін сөз бар. Солтүстіктегі диқандар арасындағы осы мәтел бүргенге жататын қара шетеннің тамырының жетілу жөнінен өте маңызды. Отау мезгілде шөп отау дегеніміз, қаламша жайқала өскен кезде ағаштың тамырынан 50 сантиметр жерді күреп, топырақтың борпылдап ауа өтуіне мүмкіндік жасап, арам шөптерді отауды меңзейді. Дер кезінде отау қара шетеннің тамыр тартуына тиімді. Сол жылы отырғызған қаламша кішкене болғандықтан органикалық құрамы жоғары топыраққа отырғызу керек. Бұтақтарының тез өсіп, ағаштан алмай, қыста үсік шалудан сақтану үшін тыңайтқыш бермесе де болады. Топырағы құнарсыз жерге егілген болса, жердің құнарлығын өлшеу нәтижесіне негізделіп, тыңайтқыш беру қажет. Егер жауын-шашын мөлшері аз болатын болса, суару құрылғыларын орнатуына болады. 2 жылдан 4 жыл аралығы алғашқы жеміс беру мезгілі. Осы кезде оның жеміс беру жағдайына мән беруден сырт, ағаш тәжісінің диаметрін кеңейтіп, тіпті де көп бұтақ жетілдіру керек. Осы 3 жылда отау, суару сияқты қызметтер 1-ші жылмен ұқсас болады. Арам шөптерді отап, топырақтың ауа алмасу қуатын арттырып, жаңа бұтақтар өсіп шығуын жебеу қажет. Алғашқы жеміс берген ағаштың ұшын шырпып, айдарын кеңейту әдісін қолданбаса да болады. Үйткені тамырға сүйеніп өскен бұтақтар әлдеқайда өсіп болған. 2-ші жылы шетен ағашының көлденең тамырының ұзындығы жер бетіндегі бұтақтарының ұзындығына жетеді.
Мамырда қара шетеннің алдыңғы жылғы бұтағы бүршік атып гүл ашады. 3-4 жылдары бұтақтары жыл сайын артып, гүл шоғыры да көбейеді. Гүл ашу мезгілі 20 күн болып, жеміс беру мөлшері де жыл сайын артады. Негізінен өзін-өзі тозаңдандыру арқылы жеміс береді. Гүл ашқан кезде бал арасын жіберіп тозаңдандырып, жеміс беру мөлшері мен жеміс сапасын жоғарылатуымызға, өнім мөлшерін 10-20% арттыруымызға болады. Мамырдың соңында гүл солғаннан кейін таяз арық қазып тыңайтқыш беру керек. Тыңайтқыш таңдаудың екі түрлі жобасы бар. Бірінші, әбден шіріген аула органикалық тыңайтқышын пайдалану. 2-3 жыл аралығындағы алғаш жеміс берген ағаштың әр түбіне 1-2 килограмм тыңайтқыш беру. 4 жыл болған ағаштың әр түбіне 4-5 килограмм тыңайтқыш беру керек. Екінші жоба азот, фосфор, калийдің салыстырмасы 1-1-ге 1-0,5-ге қатынасы болған құранды тыңайтқыш беру керек. 2-4 жыл болған жеміс ағашының әр түбіне 50 килограмм тыңайтқыш беретін болсаңыз, гүлі солғаннан кейін 1 аптадан кейін жеміс өсіп шығады. Бұта бүргенге жататын қара шетен аласа болғандықтан арам шөп көп өседі. Сондықтан маусым, шілде, тамыз айында ай сайын 1 рет арам шөпті отау керек. Алғаш жеміс берген шетен ағашы бұтағының тез өсуінен сақтану үшін тыңайтқыш бермесе де болады. Қыс кіруден бұрын саңырау құлақ қалдығы, сабан, үгінді сияқты органикалық заттарды ағаш түбіне 8-10 см қалыңдықта үйіп тастау керек. Өйткені солтүстікте жауын-шашын аз болғандықтан, топырақтың дымқылдығын сақтауға тиімді болып, арам шөптердің өсіп шығуын тежейді. Топырақтың органикалық құрамын арттырып, дымқылдылықты сақтап, мол өнім алуға берік негіз қалайды. 5-ші жылы қара шетен ағашы мол өнім беру мезгіліне өтеді. Мол өнім беретін жеміс ағашының күнделікті бапталуы алғаш жеміс берген ағашпен ұқсас болады. Бұл кезде жеміс ағашының бұтағы көбейіп, гүл ашу мөлшері де артады. Орта есеппен бір ағашта 127,4 гүл шоғыры болып, орта есеппен бір гүл шоғырынан 8,1 гүл ашады. Гүл ашқан кезде ара қоя беріп тозаңдандыру керек. Гүлі солғаннан кейін тыңайтқыштың мөлшерін арттырып, әр түп ағашқа 4-5 килограмм органикалық тыңайтқыш немесе азот, фосфор, калийдің салыстырмасы 1-1-ге 1-0,5-ге қатынасы болған құранды тыңайтқыштан 100 грамм беру керек. Маусымнан шілдеге дейін жемістің тез өсетін мезгілі. Шілденің соңында жеміс қызарады. Тамыздың соңында қара күлгін түске өзгереді. Қыркүйектің басында жеміс пысады. Жемісті үзіп алудан бұрын жемістің қант құрамын тексеру керек. Қант құрамы 14-18% арасындағы жемістің барлығын жинауға болады. Жаңбырлы күнге кездескенде қант құрамы төмендейді. Сондықтан жаңбырдан кейін 2-3 күннен кейін жинау керек. Жемісті жинау уақытының ерте кештігі шетен жемісінің өнімді құрамына ықпал жасайды. Егер жай жиналатын болса, антоциан сияқты заттардың құрамы азаяды. Қара шетен жемісін жас кезінде тұтыну мөлшері біршама аз болады. Көбінесе оны мәнерлеу зауытына апарып мәнерлейді. Қара шетен жемісінен алынған антоцианнан сусын арақ жасаудан сырт, таусама, жеміс қоймалжыңы, қантталған жеміс сияқты өнімдерді жасауға болады. Көп жақтың құлшыныс жасауында елімізде тамыр тартқан қара шетен ағашын бүршіктендіріп жетілдіру қызметі жағында зор ілгерілеушіліктер болды. Қара шетен кәсібінің болашағының нұрлы боларына берік сенімдеміз. Хабарымыз аяқталды, сау болыңыздар.